Мен сенен шаршадым. Қош бол, ұмыт мені, деп айттым да есікті жауып кетіп қалдым. Сәлден соң тарс еткен қатты дыбыс шықты. Өзіне қол жұмсап қойдым екен деген уайыммен есікті ашып қалсам, шампанское ашып менің кеткемді жуып отыр оңбаған. Әйелі күйеуіне: "Не істеп отырсың?" десе, күйеуі: "Неке куәлігін оқып отырмын" депті. "Неке куәлігін оқығаны несі?" десе, "Енді жарамдылық мерзімі қашан бітетінін білейік те" депті. Бір күні баласы сабақтан жылап келіпті. Әкесі: "Не болды?" десе, баласы: "Мұғалімнің үш сұрағына жауап бере алмай қалдым" депті. "Қандай сұрақ?" десе, "Үкімет деген не, байлық деген не, халық деген кімдер" деген сұрақтар депті. Әкесі: "О мисыз, үкімет деген мен, әкең, байлық деген анаң, ал халық, балалар сендерсіңдер" депті. Біраздан кейін әйелін құшақтап жатын бөлмеге кіріп кетіпті. Сәлден соң бесіктегі баласы жылай бастапты. Әлгі бала ары-бері тербетеді, сәби жылағанын қоймайды. Ашуланған бала жатын бөлмеге барып: "Әй, үкімет, байлықты құшақтап жата бермей жібер, біз халық қырылып жатырмыз" депті. Тоқалы алмақ ойы бар бір аға әйеліне: "Қазір енді жағдайымыз жақсарды, еңбекақым өсіп жатыр. Менің енді өзің сияқты екі әйелді асырауға шамам жетеді" деп айтып жатса, әйелі қуанып кетіп: "Олай болса, давай менің мамамды шақырып алайық, бізбен бірге тұрсын" депті. Жас келін қысқа шортикпен атасына шай құйып беріп отырады. Атасы: "Ер балаң болады осы" дейді. Келіні: "Ой, оны қайдан білдіңіз?" десе, атасы: "Мұрты көрініп тұр" депті. Түн ішінде бір апа зиратқа бармақшы болып такси тоқтатады. Бір кезде көлік кеп тоқтайды. Сонда апа: "Балам, мені зиратқа апарып тасташы" депті. "Жоқ, дала қараңғы ғой, мен қорқамын" деп таксист есікті жауып алып, газ басып қатты жүріп кетеді. Артына қараса, ана апа артынан жүгіріп келеді екен. Таксист жылдамдықты көбейтсе, апа да жылдамырақ жүгіріп келе жатыр екен. Ол: "Сайтан ба мынау" деп қорқып кетіп, көлікті тоқтатып: "Апа, сіз кімсіз? Шайтансыз ба?" десе, "Жоға, пальтом есікке қыстырылып қалды ғой" депті. "Әуре болмаңызшы, шығарып салмай-ақ қойыңыз" "О не дегеніңіз? Қонақ шығарып салғанда мен сондай бір рахаттанып қаламын." Біреу 2 жыл әскерде жүріп, ауылына 2 сөздің біріне орысша қосып сөйлейтін болып келіпті. Бір күні бір жиында ауыл адамдары әңгіме дүкен құрып отырып, бұзаудың орысша атауын таппай отыр екен. Содан әскерден орысша үйреніп келген әлгі жігіт сол жерге барған кезде бұзаудың орысшасын сұрапты. Сөйтсе, орыстар бұзау өскенше үндемей жүре береді, өскесін корова дейді депті. Бір кісі Каспий дүкенінен мысыққа арналған тамаққа тапсырыс беріпті. Өзі жұмысқа кетіп, үйдегі әжесіне тапсырысты қабылдауды өтініпті. Қазақша нашар сөйлейтін курьер келіп, тапсырысын беріп, "Код" деп сұрапты. Түсінбеген әже: "Иә, сол кодқа ғой" депті. "Какой код?" деп тағы сұрапты курьер. "Кәдімгі жай сұр мысық" депті әжей.